ешкім айта алмайды да, менше, сен пайғамбарыңды мысалға келтіре бермеш деп. Сондай адамдарды көргенбіз ше. Айта бермеш сен пайғамбарың мысалға деп ше. Ол мен сияқты көрген жоқ қой ондай нәрсені қиыншылықты деп. Ол кім айтып жатыр оны? Ол туралы білмейтін адам айтады ғой, дұрыс па? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан артық жетімдіктің дәмін, қиындықтың дәмін, азаптың дәмін татқан ешбір адамзат жоқ. Пайғамбар салсам бүкіл нәрсенің несін көрсетіп кеткен? Шыңырау шегін көрсетіп кеткен болды. Кедейліктің де шыңырау шегін көрсеткен. Бір ай қазан асылған жоқ деп айтады. 1000 жерден сіңірі шыққан кедей бол. Бір ай мен сорпа ішкен жоқпын деп айта алмайды ешкім. Әйтеуір бір аптадан кейін бір сорпа ішкен болуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Мен балаларым бәрі көз алдымда өліп жатыр. Айта бермеші сен пайғамбарың. Жоқ, пайғамбардан балаларым бәрі өліп қалған көз алдымда. Қызы Фатимадан басқа кішкене. Дұрыс па? Бүкіл баласын өз жерлеген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам.